Сосын енді анау кішісемізден шатан жақтардан ін іздейміз деп шықтық қой. Шықсақ жаңағы шатанда Қазали, қазір баласы неде ауданда, Қайбектің үйіне жақын. Бүкіл ауданның ешбір жігіті бата алмайды дейді анаға. Мына неде жаслекті бір мені қатты сыйлайды, дулатпайды. Сол да сескенеді дейді мына күнде. Атын ұмытып қалып отырмын. Соның әкесі, ойбай, біз бір кезде жақынбыз, кәне бір қойды сойыңдар деді балаларына. Балалар сол бір қойды сойды, сосын арақ ішеміз ол кезде. Арақ ішіп отырмыз, енді Қайбектен басқамыз. Содан жатып қалғанбыз. Аттарды суытып қойдық. Әлгі Ақтөс Қаратазы жанында. Содан бір уақыт әйнекті қағып, Қаныш марқұмменен мына қазір ауданға көшіп кетіпті. Қамаш деген жер. Екеуі келді. Ақаде шындықты айтайық деді. Біз аттарыңызды басқа жерге байлап қояйық деп, анау Қаратаз торы өлетін. Жолатпайды прямо. Сол жерде өлтірсең өлетін, олай алып түсетін нобайы бар, атқа тәрсін жолатпай қойды. Сосын бір Қаратастың түбінде Қайбек екеуміз жатырмыз. Әбет ішіп алайықшы дейді, енді қапия қаз асыраймыз о жылдары. Сол қаздың майын қашанда сол жазықтар жүрегі қараймасын деп бізге нетіп қояды. Тұздап сөйтіп қояды. Шикі алдында. Сол мынау болады. Соны сол тамағымызды жаңағы қазыны жеп жатқанбыз, менен жөн ұйықтай алмаймын. Бір уақытта әлгі ырылдайды деп, ырылдайды. Мынау алыстан қасқыр қарап тұр ғой тәрізі. Деп ойлап, басымды көтеріп, биноклімді салып, анау тастар тас жақында үлкен қара тастар. Әлгі ырылдайды деп. Сосын бір уақытта қарасам, сол оның ырылдап тұрғаны жылан келе жатыр екен. Соған ырылдап тұр әлгі жануар. Почти келіпті Қайбекке. Қайбекті жұлып алып ем, ол шошып кетті. Папа не болды деп. Шошып кетті, сосын айтты, мынан қараны, иттің несін мен білдім. Мен ана қасқыр бір жерден көрініп тұр ма деп. Сөйтсе маған неге ырылдап тұр жыланға. Енді сот азында көп жүргізген жоқ. Тамаша таза еді. Осында біреулер у берді ме, өліп қалды.